Адамнан адам бекер алыстамайды екен. Не тірлігімен, не тілімен көңілге тиетін дүниелердің арқасында. Көңіл қалса, бәр бекер екен. Таңертең оянған кезде денсаулығың сау болса, балашағаң аман болса, ағайын туыстан ешқандай жаман хабар келмесе, сізден бақытты адам жоқ. Қалғанның бәрі уақытша нәрсе. Біз өмір бойы жұрт не дейді деп өмір сүреміз. Ал жұрт болса, ең соңында жатқан жері жайлы болсын, жақсы адам ет деп, бір жетіден кейін сені ұмытып кетеді. Шақырғанда келмейтін әйелден, жұмсағанда бармайтын бала жаман. Айтқаныңды жасайтын әйелден, айтпасаң да жасайтын дана артық. Кекті жерден қыз алсаң, иіліп жүріп қызмет қылады. Кексіз жерден қыз алсаң, бала туғанын міндет қылады. Ешқашан сырт келбетім үшін елге ренжіме. Себебі сен оны қолдан жасаған жоқсың. Сені өсірген адамдарды есімнен шығарма. Алла сенің түріңе, байлығыңа, атағыңа қарамайды. Жасаған амалыңа қарайды. Адамның көңілі бір ауыз сөзден қалады. Болмайтын нәрсе үшін адамдарды жоғалту өте оңай. Егер бір адам қателігіңді кешірсе, ол оның ақымақтығынан емес, сен сияқты лайықсыз адамға шексіз сенгендігінен. Жаман болып тумайды ешпенде. Нашар болып кетуі мүмкін өскенде. Бірақ бәрі мәлім болады. Өмір өзі бетпердені шешкенде. Санасызбен санаспа, ақымақпен таласпа, өзімшілмен тілдеспе, өзекшілмен кеңеспе. Себебі түбі тесік қазанға қанша құйсаң да толмайды. Ақылы жоқ адамға қанша айтсаң да қонбайды. Елемеген адамның қаға берме қақпасын. Жалбарынып жалынба, біліп тұрсаң ашпасын. Ол қақпаның артында надандықтың жүгі бар. Кеудесін кергеннің тәкаппарлық дерті бар. Кердең еткен адамдар уақыт саған табады. Менменсіген әрқашан намысыңнан шабады. Соза берме мойныңды қарағанға төбеден. Дұшпаның бір күні саған көрінер бір жерден. Адамның түбіне жететін нәпсі. Адамды қасиетінен айыратын өтірік. Адамды ақылынан айыратын көре алмаушылық. Адамды ағайыннан айыратын өсек. Сау адамда ауру жоқ, сөз бен көзден басқа. Халықтан биік тау жоқ. Халыққа қарсы шықса, биліктен артық жау жоқ. Билік халықтан бөлінбес, халық биліктің құлы емес. Менің бар арманым билік халықпен, халық билікпен бірге болса екен. Сонда ғана алынбайтын қамал болмайды, жау жағадан алмайды, дұшпан аяқтан шалмайды. Мен жайлы сөз айтпас бұрын, сен мен жүрген жолмен жүріп көр. Жығылып қайта тұрып көр. Сүңгің келсе, сен мені мен болып өмір сүріп көр. Кедей ұялмаған сүтті, бай байланып тұрған етті ішкен заман. Бай үшін тырсат, кедей кедейіне болсат. Табыс жерде тұрған адамға келет деп есептеледі. Жоқ. Табыс жақсы көңіл биде оянған адамға келеді. Арамдық адамның ажарын бұзады. Аңқау халықтың базарын бұзады. Біреу үшін бұл әлемнің құлысың, ал ол сен үшін ашылмайтын құлып. Жүргеніңді, күлгеніңді көре алмай, кейде сені ғайбаттайды. Киім кірі жуса кетеді, көңіл кірі айтса кетеді. Көп сөйлеген көп қателеседі. Аңдысқан мына дүниеде біреуге біреу табашы. Жігіттің бағы қайтады, ағайын жұртын алдаса. Досыңа өтірік айтпа, дұшпаныңа сырыңды айтпа. Алдау бар жерде ақиқат жоқ. Шын, жақсы адам көргенін мақтап жүреді, жаман адам көргенін даттап жүреді. Жақсының жауы көп, жаманның дауы көп. Жақсы көргенін айтады, жаман бергенін айтады. Жақсыға айтсаң білер, жаманға айтсаң күлер. Өзі өтірікші, өзгенің шын сөзіне сенбейді. Ақылды билік наразы халықтың себебімен күреседі. Ақылсыз билік наразы халықтың өзімен күреседі. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не үшін қалайды? Өлсем орнымды бассын дейді. Артымнан Құран оқысын дейді. Қартайған күнімде асырасын дейді. Сенімді жоғалтып алмайық. Кей адамдар өзін бақытсыз санайды. Бақытқа жетуге сәл ғана қалғанда шыдамай кетеді.
қазіргі кезде ең жақын деген досыңның өзінен сатқын шығуы мүмкін. Өмірінде бір рет сатқындық жасаған адам оны қайта жасауы мүмкін. Жақсы адам бол. Еңсесін тіктеп жүргенімен ішінде толған мұңы бар. Жүзі күліп жүргенімен жанарында жас тымығы бар. Тағдырдың соққысына мықтылар ғана шыдайды. Мейірімді құлын Алла ғана сынайды. Әлсіз адам кек алады. Мықты адам кешіреді. Бақытты адам ұмытады. Қанша жерден жаман болсаң да, маңдайыңнан иіскеп, құшағына алатын жалғыз адам сенің анаң. Біреудің қуанышына қуана алмаған адам, қайғысына да ортақ бола алмайды. Мықтылар көп адамға ұнамайды, өйткені оларды бағындыру қиын. Аллаға жаған десең адал бол, ағайынға жағам десең әділ бол. Әйелге күш көрсету ерлік емес, оны тек әлсіз еркектер жасайды. Түзу көңіл қисық сөзге мән бермейді. Айтатындар айта берсін, ал сен мақсатыңа қарай ұмтыла бер. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан елпектеп шығар. Жаманмен дос болсаң, артыңнан өсектеп жүрер. Білмесең үндеме, білсең асып сөйлеме. Бұл өтпелі өмір. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің. Бостандықтың қадірін басыңа күн туған кезде білерсің. Тіршіліктің қадірін жан кеткенде білерсің. Әрбір адам ең алдымен қарапайым болу керек. Адамның ақылы сөзінде, нұры көзінде тұрады. Сөйлеу үшін ойлау керек, жұту үшін шайнау керек. Үйде болсын, түзде болсын, бір қалыпты болу керек. Өмір біреу бай, біреу кедей болатын өткінші дүние. Өзгенің өміріне қызықпай, барға шүкір еткен дұрыс. Бүкіл жауап өзімнің қолымда. Қиын жолды таңда, онда бәсекелес аз. Әрбір пенде бұл өмірдің қонағы. Қатты сөз естіген жүрек жараланады. Құрметті көрермендерім, Алла разылығы үшін бір өтінішім бар еді. Егер видеоларым сізге пайдалы болып жүрсе, арнамаға жазылып қойсаңыздар, мен шын жүректен қуанып қаламын. Тек подписаться батырмасын бассаңыз жеткілікті. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ең үлкен мотивация. Әрбір жазылушы мен үшін өте қымбат және ерекше. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздаршы. Үйлеріңіз берекеге, жүректеріңіз тыныштыққа толы болсын. Құрметті менің ең жақын көрермендерім. Егер сіз менің айтқандарымды түсініп, өмірімізде жақсы өзгерістерді көруге дайын болсаңыз, мені қолдап, арнама тіркеліп кетіңізші. Әрбір тіркелген адам мен үшін ең қымбат әрі бағалы адам. Сіздер менің күшімсіздер. Мен сіздермен бірге өсіп, дамып, өмірдің шынайы құндылықтарын ашатын боламыз. Бірге болайық. Тек құрметті адам болу емес, өзімізді сыйлайтын күшті адам болайық. Сіздерге ең жақсы тілектер мен қуат. Мен сіздер үшін әрқашан пайдалы боламын.